Ұлы дала елінің дарабоздарының бірі. Жиембет Бөртағашұлы 16 ғасырдың соңы мен 17 ғасырдың алғашқы жартысында ғұмыр кешіп, қазақтың жорық жырауын жырлаған. Жиембет Бөртағашұлы қазақ халқының ішкі һәм сыртқы істерінің бел ортасында жүрді. Есім хан тұсында ол кіші жүздің әскербасы, батыры би болған. Жиембет жырау қазақ тарихындағы ел басқарған көсем деңгейіне көтерілген елеулі тұлғалардың бірі. Жиембет Бөртағашұлы ұруы 12 ата байлың ішінде Сұлтан сияққа жатады. Сұлтан сияқтан содан тараған тана, 7 дұбалы тана дейді, соның тананың жиембетіміз біздер. Жиембет біздің бағамыз. Ол енді ерте 16 ғасыр, 17 ғасырда өмір сүрген. Ел аузындағы бізге жеткен әңгімеге қарағанда, ол халық Есім ханның қолбасшысы болған, ақылшысы болған кеңесші. Сонымен халықтың, қарапайым халықтың қамын ойлаған, өзі шешен болған қара сөзге, әрі бір жағынан жырау болған халықтың мұқтажын өлеңменен, жолменен жеткізген. Біз сол Жиембеттің Баймұратынан тараймыз. Баймұрат содан сұлтан, сосын сұлтан болып тірелеміз енді Жиембеттің тағанынан. Біз енді негізгі ата қозысымыз мына Қызылқағырдан мына Қаратөбе жақ сияқты ертеде ашаршылықта талай бойына түскен ғой ата бабаларымыз. Күнбатыс жағдаймен. Сонда Көлағын аузында Ақсерке дейтін жер бар. Сол Ақсеркеге ата бабаларымыз келіп қоныстанған жайықтың жағасына. Енді онда бір жылда бір экспедиция келіп, құлпытастарды қарағанда 1712 жылы деген не бар, жазу бар. Бірақ оның өлген жыл екенін, туған жыл екенін білмеймін деді. Кіші жүз құрамындағы байұлы тайпасынан шыққан Жиембет жырау өз заманында бүкіл алшынға әмірін жүргізген. Еңсегей бойлы Есім ханның ұлы жорықтарында асқан ерлік көрсетеді. Ол 1620 жылғы ойраттармен болған ірі соғыста кіші жүз қолын басқарып, қазақтардың жеңіске жетуіне ықпал еткен. 1627 жылы қазақ хандығы құрамынан бөлініп шығып, дербес билік құрғысы келген Қатағанның ханы Тұрсынның бүлігін басқан. Есім ханның қасында болып, ел тұтастығын сақтау жолында қажырлы қайрат көрсетеді. Кейін кіші жүзге сөз өтіп тұрған Жиембет жырау билігінен сескенген Есім хан оны інісі Жолымбетпен бірге жер аударып жібереді. Жиембет жырау ханның қаһарынан қайтпаған өр кеуделі адам болған сыңайлы. Иесіз далаға айдалып бара жатқан Жиембет жырау еңсегей бойлы Есім сені есірткен, есілде менің кеңесім деп, Есім ханға айбат шеге ойындағысын тайсалмай айтып кетеді. Қайырлып қайыр қылуға қылғаның жоқ ұнаған, қайратым қанша қайтса да мұныңа ханым шыдаман. Арқаға қарай көшермін, алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін, ат сауырсын берермін, алыста дәурен сүрермін. Қарамасаң қаным қарама, сенсізде күнімді көрермін. Оның өмір сүрген дәуіріне келсек, 16 ғасырдың соңғы ширегі, сосын 17 ғасырдың бірінші, екінші бөлімінде, жартысында өмір сүрген деп есептелінеді. Яғни 1690-1780 жылдары 90 жыл өмір сүрді деп біз әдебиетте де, тарихта да солай айтып жүрміз. Енді оның атқарған қызметі сол кезеңде Есім ханның ел басқарған биі және батыры деп есептелінеді. Жаңағы айттық,
тегі жағынан бұл 12 ата байылына жатады. Енді оның қазақ ордасының бөлініп тәуелсіз хандық құрылған, құрғысы келген Ташкенттің қаны Тұрсынның көтерілісін бұл басуға көп еңбек сіңіреді. Бірақ кейінгі жылдарында Жиенбет Есім ханмен келісе алмай қалады. Оның енді Есім ханның қан болғасын әркім билік жүргізгенде түрлі бір ерекшеліктері болады ғой. Есім ханның ерекшелігі сол дөрекілеу, елді қарапайым халықты ескермеу, сөзін тыңдамау, өзінің сол билігін жүргізгенде елдің жағдайына келіспеу, міне осындай жағдайларға байланысты ол Жиенбет көп өзінің ақылын айтады, кеңесін айтады, бірақ хан өзінің қасарысып, өзінің айтқанынан қайтпайды. Осыған байланысты біздің әдебиетте жалпы Жиенбеттің көптеген өлеңдері бар. Солардың ішінде әмірі қатты Есім хан, еңсеге бойлы ер есім деген ұзақ толғаулар бар. Осы толғауларында ол жаңағы өзінің Есім ханның билігіне келіспейтіндігі жөнінде айтылады. Сол кезде мінекей ақыры екеуінің арасында келіспеушілік пайда болып, ол бәрінен баз кешіп, ат құйрығын кесіп, сол анау ел басқару ішінде жүрген жерінен өзінің туған жеріне, ол енді мынау оңтүстік бетте ғой енді, сол беттен ол бәрін тастап, осы кіші жүздегі мынау Жайық бойындағы өзінің туған жеріне келіп, өзінің қалған өмірін осы өңірде өткізеді. Бізге жеткен шығармаларынан оның майталман сөз зергері болғанын білеміз. Есім хан туралы толғау, қол аяғын бұғауда атты туындыларының үлкен тарихи және этнографиялық маңызы бар дүниелер. Қол аяғым бұғауда, тарылды байтақ кең жерім, арманда болып барамын. Қоштасуға аял жоқ, қалқаман шолан ерлерім. Қайырылып қадам басарға, күн болар мекен мен сорға, өзен арал жерлерім. Биядан қолды көрсеткен, төбеңе шығар күн бар ма, жотасы биік дендерім. Қайырымсыз болған қандарға, тиер мекен бір күні, жолбарыстай шеңгелім. Жалпы біздің әдебиетте Жиенбет жыры деген, жырлары деген топтама өлеңдер енді көп сақталынбаған, бірақ біздің әдебиетте бар. Мынау 5 ғасыр жырлайды деген ақындар жинағында енгізілген, ел аузында бар. Ол енді Мақаш әкімнің анау өзінің 19 ғасырдың аяғында, 20 ғасырдың басында Қазан қаласынан жарық көріп шыққан Жақсы үгіт деген кітабына да енгізілген. Әдеби нұсқаларда бәрінде жазылған. Осы Жиенбетті біз Жиенбеттің жаңағы айттық қой, 4 қыры болса, соның бір қыры ақындығы, жыраулығы деп, оның шығармаларын біз бүгінгі ұрпаққа жеткізіп айтып жүрміз. Ел аузындағы бір деректерге қарағанда, Жиенбет жырау сол айдауда жүріп қайтыс болады. Келесі бір деректерде Есім хан дүниеден өткеннен кейін туған жұртына қайтып оралады. Бірақ Жиенбет жыраудың Есім хан қайтыс болған 1643 жылдан кейінгі ғұмыры белгісіз. Өзі өмірден өткеннен соң сан ғасырлар айналысып өткенімен, өрлі жырлары, ел тағдыры жолындағы асқан батырлығы, талай ханды тоқтатқан ділмәр билігі біздің дәуіріміздің жыраулық әдеби мұрасын толықтырып отыр. Одан тәлім алған бүгінгі жас ұрпақ Жиенбеттей жалынды болуға ұмтылатыны даусыз. Жиенбеттегі шығармалар мынау 5 ғасырға жырлайды дейтін шыққан кітапта бар. Оны енді жастар оқып жатқандар, оқымаса оқыған сайын, оқығандары соны ары қарап дамыта береді.
Біздер мынау совет мектебінде оқытып қойса, біз бастауыш класс оқығанда Жиенбек Жыраудың қазақ әдебиетінде нелер болды. Енді оны қазірмен өлеңдерін ұмытып қалып жатырмын. Біз соны оқыдық. Берекеге келе ол кісі тарихтан әдебиеттен алып тастады, енді қайдан деген жағдай болған. Енді не айтамын, соның атамызбен мақтанамыз, халық үшін еңбек еткеніне. Осыдан 3 жыл бұрын Емдер кентінде осы атағына көшенің атағын берді. Астанада көшенің атағын беріп жатыр. Соны естіп марқайып отырамыз. Енді Жиенбеттің өмірі зерттелінген бар, бірақ оны нақты тарихи жағынан тұлғалап әлі біз жеткізе алмай жүрген шығармыз мүмкін. Бірақ ұлықтау оның есімін халыққа паш ету жөнінде әлі де жұмыстар жүргеніміз дұрыс. Өйткені біздің елдігіміздің, қазақтың мемлекетінің іргесін қалауда Жиенбеттің орны ерекше. Оны біз ұрпақ алдында ылғи да айтып отыруымыз керек. Басы саудың түгелдір, толған тоғаймалыдыр. Тоқтамай соққан толағай, толастар мезгіл жеткейдір. Керегеге ілінген, шабылмаған семсер тұр. Жаудан алмай кегімді, есілде өмір өткен құр. Азап шектім аралда, қанға қарсы тұрам деп. Түн ұйқымды бөлгенмін, жұртымды жөнге салам деп. Бас сессе де басылмай, ағысымды жасырмай. Атқа мінген ередік, қашырды бейтіп елімнен, күйеуден безген қатындай. Екпіні тасқан суындай ағынды, Жиенбет жырлары ғасырлар бойы жырлана бермек.